Mine, tamаша. Құдай қаласа, жарасымды жұп болсын десеңіздер бір қозы қуаттап қойыңыздар міне. Шаңызға сәлем достар, сіздер уже обложкадан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін менде маңызды күн, менде бүгін сырға салу, достар, күнімді мен осы макияждан бастадым, макияж прическамды жасатып алдым, Клара Сабыржан салонында, вот достар қараңыздар, бүгін мен өзімнің әпшемді, мамамды осы салонға алып келдім. Достар, бізде қазір сағат 11:30, бізде сағат 2-де уже сырға салу мен құдалық басталып кетеді. Мен қатты қобалжып тұрмын, достар. Сіздер до конца көріңіздер осы видеоны, мен сіздерге полный барлығын түсіндіріп отыратын боламын. Ал достар, мен өзімнің сырға салу образымды көруге келе жатырмын. Сіздерге көруге асығып тұрған шығарсыздар. Достар, мен өзім сырға салуыма прям нежный көйлек таңдадым. Өзімнің Дүйсебаева уидинг деген әпшеме келдім. Сол жақта өзіме қазір сырға салу образымды көрсететін боламын, достар. Сіздер давайте лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ал кеттік! Достар, қараңыздар, менің ұзатуға арналған образым өте нежный, қараңыздар, розовый цветті таңдадым. Қараңыздар. Достар, мен қатты қобалжып тұрмын. Бізде уже примерно сағат 12 болып қалды. 2 сағаттан кейін уже құдалық пен сырға салу басталады. Мен қобалжып тұрмын, білмеймін, басқаша қобалжып тұрмын. Қараңыздар, ал кешкісін бізде ұзату болады. Ұзатуға мен басқа образ таңдадым. Сіздер ол образды көретін боласыздар. Маған давайте десеңіз лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар. Ал біз құдалыққа кеттік. Ал достар, біз сырға салатын ресторанға келіп қалдық. Қазір сіздерге ресторанның ішіндегі атмосфераны толықтай түсіретін боламыз. Ал кеттік. Вот бізде ресторан, аты Монтера. Қараңыздар, осы жерде маған сырға салу болатын болады. Қараңыздар, мен баннерімді қараңыздар. Прям іші кең. Мына жақта бізде мамам жүр, и мамам подругасы әпшеміз жүр. Давайте бүгін біз мамадан интервью алайын деп жатырмыз. Мама? Кесеңізші, мамам қобалып жүр. Бүгін маған сырға салынайын деп жатыр. Жылайын деп атқан сияқты. Бүгін маған сырға салынайын деп жатыр. Сіздің ішіңізде не болып жатыр вообще? Қобалжу болып жатыр. Қайты қобалып жатсыз? Олын айта алмаймын. Ялып жатыр, мамам бірінші түсіп жатыр. И түнде мен маманың жанында ұйықтадым. Ұйықтамадым мен. Ұйықтамадыңыз, мама ұйықтамапты. Ұйықтамадым. Мама қобалып жатыр, жылайын деп жатқан сияқты. Главный қыздарым Молжан мен Назым бақытты болсын. Бақытты болсын, иә. Бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Тіккен шаңырақтар биік, керегелер кең, бақытты жанұя болсын. Бүгін маған қазір сырға салынған кезде жылайсыз ба? Қазірден жылап отқан сияқты мама. Маманың көзіне жас толып қалыпты. Әпшемізден сұхбат алып кетсек та. Біз Алматыдан алдырып алдық бұл әпшемізді. Әпше маған бүгін сырға салынайын деп жатыр. Сіздің ішіңізде не болып жатыр? Маған деген чувствоңыз не болып жатыр? Енді Назым, сені өзім қызымдай көріп кеттім. Өте сондай ақ көңіл, сондай бір іскер, сондай адам қараса тура бір разы болатындай, сондай бір керемет, нәзік жанды, сондай керемет жансың. Әрине өз қызымдай болғаннан кейін саған тек бағын ашылсын, барған жеріне судай сініп балдай батсын деген тілегім бар. Енді саған сенімдімін, өте жаңағы керемет жансың. Барған жерінде бақыт етеді деген сондай бір сенімдемін. Бүгінгі тойын, құдалығын жақсы өтсін. Қараса, адам қараса қызығатындай сондай бір керемет қызсың. Осы түрінен, осы жаңағы, осы, как сказать, жанының тазалығы осындай, әрдайым осындай болып өсіп өне бер. Мамама қарағанда әпше көп сөйледі ғой. Короче, достар, қазір бізде қонақтар келеді. Сіздерге барлығын толықтай түсіріп отыратын боламыз. Достар, менің ең қатты жақсы көретін екі әпшем келіп қалды. Мен сырға салуыма қазір әпшелеріме сұрақ қоятын боламыз. Күлпан әпше, менің сырға салуыма қалай болып тұрсыз, іштей толқып тұрсыз ба? Жаны, мынау бизнес күнтайды бүгін ақ достарға Жылайын деп жатыр.
Ақтастарға басында ұзатқалы отырмыз. Қазір мынау құдалық сырға салу, өзіміздің дәстүр бойынша құда түсіп сырға салып ұзатқалы жатырмыз. Бұл алғашқы ақ-дастарханы сырға салу, құдалық дастарханы. Сол бақытына, сол жақсы күндерге куә болғалы келіп отырмыз. Жаным, әпше жылайын деп тұр ғой, көзіне жас толып қалды. Енді Күлән әпше, келесі кезек сізде. Жаным Назкөнтай, біздің алтын Назкөнтай қызымыз, Иска ініміз бен Айнұр алтындай келініміздің қызы, өте тәрбиелі, елге танымалды блогер сіңіліміз. Жаным, бүгінгі мынау әдемі Ақбосаға атағалы отырған күнің құтты бола берсін, сырға салу құтты болсын, Алла бұйыртса құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу бала бізге бір керемет 1.000.000 жылдық күйеу бала болсын, бақытты болсын, қосақтарымен қоса қарсын жандарым. Сондай бір керемет той болсын, Алла қаласа тойды да аман есен өткізек, құда жаттармен қауыша берейік, Құдай қаласа той жақсы өтсін. Рахмет. Екі әпшемде жылайын деп отыр. Келесі кезекте тағы да түсіріп отырамыз. Давайте, достар, сырға салуды, құдалықты көргілеріңіз келсе, лайк, комментарияларыңызды аямаңыздар. Ал достар, қазіргі уақытта біз құдаларды күтудеміз. Назым пока что төбеде видео, фотоға түсіп жатыр. Құдалар келем дегенше біз қонақтардан интервью ала берейік. Ал кеттік. Ал достар, менің Сапар көкем мен Нази әпшем келіп қалыпты. Нази әпшеме сұрағым, Нази әпшемен сырға салуыма қалай болып тұрсыз? Іштей толқынысыңыз қандай болып тұр? Бір жағынан өте қуанып тұрмын. Менің сіңілім өз бақытын тапқанына. Екінші жағынан қобалжып тұрмын. Енді қалай айтсам екен, қимастық бар ғой әрине. Бақытты болыңдар ең бастысы. Махаббаттарың мәңгілік болсын. Бақытты болыңдар. Ұстаған қолдарың ажырамасын. Әрдайым жаңағы қуанып, бақытты болып жүре беріңдер. Сапар көкеге айтарым, сырға салған кезде Айсын әпше есіңізге түсіп кете ма? Жаным, әрине, ең бастысы мені қуантатын мына екі жас бір-біріңді тауып, Алла тағалам екеуіңді қосып отыр. Мен өте соған қуанып тұрмын. Қазір мынау сырға таққанда да оның бір ерекше бір сезім болады. Неге өткені? Енді біздің үйдегі өскен балапанымызды сырға салып, кешке басқа жаңағы үйге алып кетеді. Басқа болғанда өзіңнің үйің болады, Құдай қаласа. Сол үйге алып барып, Құдай қаласа, сол үйде тұратын боласың. Сондықтан жаным, бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын, махаббаттарың мәңгілік болсын. Әрдайым қол ұстасып жүріңдер. Құдай қаласа, Алланың қалауымен иман жүзді, иман жүректі 10 шақты ұлдарың болсын, 10 шақты қыздарың болсын жаным. Сол балапандардың әр қайсының, әр қадамымен үйге, шаңыраққа бақыт келе берсін жаным. Құтты болсын жаным. Сендерді жақсы көреміз. Әрине, енді қатты жақсы көреміз. Короче, достар, біз Назымның құдалығына кеп тұрмыз. Сырға салу дейма, сондай дейді ғой. Короче, бірақ бұл жерде мен қызмет етіп кеп тұрмын. Молжан көкеге көмектесіп, газелдің бәрін өзім арттым ше. Короче, наяқта сосын біздің туысқандар жиналып жатыр. Наяқта енді Назымның туысқандары жайлап, короче, таныса береміз. Мен главный қазір заттармен көмектесіп, қайтып кетем, ұзатуға бірақ келем, достар. Бұл құдалыққа мен қатыспаймын, короче. Анау күйеу бала Молжан анаяқта жүр. Молжан шақырайын ба? Бұндар кетіп достар. Күйеу баланы көресіздер ма? Молжанке. Молжанке. Ашық көрсетші. Мәне күйеу бала. Бет жүріш. Баршаңыз ассалаумағалейкум достар, YouTube ма? Білесіз ба? Қоя. Не дейсің? Сұрақ қойса енді. Сол мен қызмет етіп кеп тұрмын деймін. Молжан күйеу бала қобалжып жатыр, по-моему. Сөз таппай жатыр достар. Сәл қобалжы бар. Басым айналып жатыр десе. Короче, бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Құдай қаласа той жақсылап өтсін. Екі жас бақытты болсын. Әумин.
ағамның сөзіне жазылған Леспек Амановтың әні «Қызыма деген әдемі ән» Назым Жанның жеке құрметіне арналады. Қабыл алыңыздар. Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті құдалар. Бүгінгі қуанышқа баршаңыз қош келдіңіздер. Сырға салу екі жастың арасын нығайтып, екі әулеттің арасын жақындастыратын халқымыздың қасиетті дәстүрі болып табылады. Ал мен өзімді таныстырып өтсем, есімім Аружан. Шыңғыр елінің қызы, Сиқым елінің келіні, болашақ күйеу балдарымыз Молжанның жеңгесі, Назым келіндеріміздің әпкесіне боламын. Үкілеген үміттеріңізге, аяулы қыздарыңызға сырға салып, біздің келініміз болсын деген ақ ниетпен келіп қалған жайымыз бар. Рұқсат болса, құлағына сырғаны салсақ. Мен енді құдағи Алланың разылығы, ата-ананың разылығында дейді ғой. Мен енді осында Есболат ағамнан бір ауыз сұрақ қояйын. Есболат аға, мінекей бір қауым ел алдыңыздан өткелі келіп жатыр. Мінекей құдағи әнімі дегенше сырға салсақ деп жатыр. Назым қызымызға рұқсат бересіз ба? Рұқсат, өте қуаныштымыз. Ой, қосыла қойсын. Әкесінің разылығын ал құдағи. Келесі бізге Назым қызымызға арналған бриллиант набор. Осы гауһартастай жақыттай жайнап жадырап жүрсін деген ниетпенен бұл жай әшекей емес, біздің әулеттің ыстық ықыласы деп қабылдадық. Құдалығымыз баянды болсын. Біз енді ардақты ағайындар, қадірлі жастар, қазақтың қай қуатына бармасақ та қош келдіңіздер деп қадамдарыңызға құт тілейді, жастардың басына бақ тілейді, жолына ақ тілейтін әулетіміздің батагөйлері бар. Мен енді сол үлкендер. Ал достар, бізде сырға салу рәсімі аяқталды. Вот маған Молжан бриллиантын тақтым. Оны өзім көрсеттім ол Инстаграмда. Достар, көрдіңіздер қалай қобалжығанымды. Көрініп тұрған шығар, көрінген шығар видеода. Мен өзім екі денчем ұстап тұрса да қолым дірілдеп тұрды. Прям қобалжыдым, бірақ 5 минутта тез өтіп кетті. Тез өтті сөйт ойлағанмын. Біз уже қайтайын деп жатырмық. Достар, сізге сырға салу видеосы ұнады ма? Ұнаса лайк, комментарияларыңызды аямаңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ал всем пока!